Сәлем барлықтарыңызға. Кезектегі жаңа рецепттеріміздің бірі бұл ерекше дәмді сацебели дайындайтын боламыз. Қараңыздаршы, құрамына осылай қиярды турап қосып жібереміз да, бұл қиярдың өзі бір ерекше дәм беріп тұратын болады. Мінекей. Рецепті өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызанақтарымызды осылай майдалап турап тазалап алдық. Сосын 1 килограмм сәбіз, сарымсақ, ащы қалампыр бұрыш, сосын тәтті болгарский бұрыш, сосын 1 килограмм пияз. Осылай турап алдық. Оған осылай 1 килограмм немесе 1,5 килограммдай қияр қажет болады. Ондай жуып тазалап алдық. Міне турап алған қазір көкөністеріміздің барлығын мясорубкадан немесе блендерден өткізіп алатын боламыз. Қызыл қалампырды да, сарымсақты да барлығын бірден осылай араластырып, қосып өткізіп алыңыздар. Тек қана қиярды ғана қалдыратын боламыз. Міне барлығын өткізіп алған соң, осылай пісіретін үлкенде ыдысымызға құйып отырамыз. Міне соңғы өткізгенім, біз осылайша барлығын өткізіп алдық. Енді осыны газға қоямыз, бір қайнап шыққанға дейін қатты отқа қоямыз да астын. Сосын оған 300 миллиграммдай сұйық май қосамыз. Менде қазір осыны араластыру деген ыңғайсыз болғандықтан, қазір үлкендеу ыдысқа ауыстырып алдым. Мінекей. Қайнаған кезде де ыңғайсыз болмасын деп. Енді осыған мен 3 ас қасық тұз қостым. Жақсылап араластырып, баяу отта 1-1,5 сағат қайнататын боламыз. Осы аралықта біз қиярды міне осылай дөңгелек етіп турап шықтық. Қараңыздар, қатты жұқа етіп турамайсыздар. Осылай орташа қалыңдықта турап алыңыздар. Енді қиярды біз сацебели пісуіне бір 30-20 минут қалған кезде салатын боламыз. Себебі басында салып қоятын болсақ, қияр езіліп, ішінде көрінбей қалуы мүмкін. Сол үшін өте әдемі өзінің формасын ұстап тұру үшін осылай 20-30 минут қалған кезде салыңыздар. Ал піскенін қазір көрсетемін. Міне. Піскен қалай білесіздер? Міне, түсі өзгеріп, мінекей. Соленый огурцының түсі болады ғой, мінекей. Осындай түске енген кезде біздің қиярдың барлығы пісті деген сөз. Сол кезден бастап, енді ыстық стерилдеп алған банкаларға салып жауып аласыздар. Сіздер үшін қысқа әрі нұсқа, түсінікті видео, түсінікті рецепт болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Осылайша барлығы банкаларға салып аламыз. Енді салып алған банкаларымызға қараңыздар, 70%-лық уксустан 1 шай қасық қосамыз. Уксус салып алған банкымызды бірден қақпағын жауып аласыздар. Сонымен өте дәмді, ерекше осындай сацебели дайын болды. Егер рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп, ары қарай даму үшін қоңыраушаны басып қойып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай өте дәмді сацебели.